Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен американдық панкейктердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Керекті ингредиенттерді описание бөлімінен таба аласыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қанты еруі керек. Міне осылай ағара бастаған кезде жылы сүтімізді үстіне құямыз. Тағы да араластырамыз. Және де үстіне ерітілген сары майымызды салып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, ұнымызға разрыхлителімізді салып, онымен бірге ыдысты араластырып аламыз. Және де ұнымызды електен өткізе отырып, 3 бөліктен бөліп ыдысымызға салып, және де венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Міне мен соңғы бөлік ұнымды салып жақсылап араластырдым. Бізде осындай біркелкі сұйық масса шығады. Ешқандай іртік болмау керек. Және де орташа отта қызып тұрған құрғақ ыдысымызға осылай панкейктерімізді құямыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы керек, және де асты жабыспайтын болуы керек. Шамамен 1 минуттан соң осылай тесіктер пайда болса, екінші жағына ауыстырамыз. Барлық панкейктерімізді орташа отта осылай қатты қызартпай пісіріп аламыз. Мінекей панкейктеріміз дайын болды. Жақындарыңызға дастарханға осы күйінде ұсынсаңыздар да болады, немесе қалауларыңызша сәндеп ұсынсаңыздар да болады. Мен шоколадты ерітіп алып, кондитерский қалташаға салып, осылай бетіне сәндеп шықтым. Және де әдемілік беріп тұру үшін осылай малина қолдандым. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздердің көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Таңғы асқа ұсынсаңыздар, өте керемет тойымды тағам, әсіресе балаларыңызға ұнайтын болады. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір подписация батырмасын басып тіркеліп, комментарий қалдырып, және де қоңыраушаны басыңыз. Сондай-ақ менің каналымнан көптеген рецепттер мен мастер-класстар таба аласыздар. Алда сіздермен тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.